алейкум, сайлы серделер, хаберлер жанлы яйында студияда Эльвина Халилова Чалышаве. Бүгінгі яйнымызда біз бойле мевзулар ақында лаф көрсетежекміз. Ишғал етілген Қырымнен сыңыр ноқталары ішіні яңарта. Қырымда су қытлығы мәселесінің яңы чезілу yolları. Ишғал етілген Қырым ве Украинада пиляв не қадар тұра. Июннің 15-ден башлап ишғал етілген Қырымнен Идари сыңырындаки уч контроль ноқтасы Каланчак, Чонық Гарви, Чаплынка ишіні яңыдан башлажақ. Бұл ақта Украинаның вақтынже ишғал етілген топрақларының реинтеграция меселелерінден Назир Алексей Резников айтып берді. Сыңырдан кечкен ватандашлар үшін мечбури обсервация режимі лягу етілежек. Фақат олар евде қал илевесі или евде осызыны изоляция етежеклеріне разылық бермек керек. Йоқса оларға 17.000 гривналық пара жазасы кесілежек. Бұндан ғайры инсанлар контрольден кечкенде мұтлақа маска ве қолчақ тақмақ керек. Айны заманда сыңырдан кечкендерінің сыжағы өлченілежек ве контроль етілежектір. Қырымға Украинаның суы керек ме, деді ТАСС агентлігіне интервьюда ярмаданың сөзде баш назирі Юрий Гацанюк. Айны заманда Қырым суы муэссисесі Ахмеджетте сув теминатындан бір план япты. Оңа көре ишғал етілген шәрге сув Межигорская су анбарындан берілежек. Шымділік сув борулары қойыла. Бұл сув қатты Днепр сувының кесілгенінден сон тоқтатылған еді. Днепр сувыны мұнда артезиан сувларына деңіштірежек олалар. Проектның фияты тахменен 20 миллиард рубле тура. Қырымның шарқ тарафы исе Яниккефе ве еді қойу су анбарлары, Қарасу базар ве Тайган су анбарларындан темін етілежектір. Друзья, вот так спускают воду с Тайганского водохранилища на нужды Восточного Крыма. На сегодняшний день водоем представляет из себя вот такое жалкое зрелище. Украина президенті Володимир Зеленскийнің омыр арқадашы Олена Зеленска коронавирусқа яқаланды. Өзінің Facebook сайфесінде қадын бойле деп язды. Бүгін коронавирусқа япқан тестім позитив чекті. Бекленілмеген қабер чүнки мен ве айлем эпысы қайделелеріні бежеріп масканен қолчақтаға ве инсанларнен пек яқын олмамаға тырыша. Өзімні яқшы есетем, амма қастаханедем башқа айле азаларымны телекеге атмақ өзімні изоляция етмеге қойдым. Володимир ве балалар да тесттен кечті, олар нәтижелері негатив деп язды қадын. Ишғал етілген Қырымда да 7 инсан коронавирусқа яқаланды. Бұл ақта Қырымның ишғал жүйел басшысы Сергей Аксенов өзінің Facebook сәйфесінде хабар етті. 6 кіші ерлі сакинлер бірі исе Русияден келген. Умумен ишғал етілген ярымадада 490 коронавирус хасталары қайдетілді. Олардан 87-сі Русия тарафындан кетірілген. Украина пайтақты Киевде COVID-19-ға яқаланып қастаханелерге ятқызылғанлар инсанларының сайысы күн-күнден арта. Бұл ақта Украина сағлық сақлав назиры Максим Степанов айтып берді. Оның сөзлеріне көре сонки 11 күн ішінде қастаханелерде инсан сайысы 35%-дан 46-ға көтерілді. Бұндан ғайры пандемия вақтында 2000-ден зияде инсан самоизоляция режиміні бозғаны қайдетілді. Сонки күн ішінде Украинада 683 кішіде COVID-19 таздықланды. 16 инсан әляк олды. Умумен пандемия башындан Украинада аман-аман 30.000 инсан коронавирусқа оғырады. Ще вам сказати, в якому вигляді я. Бұл рақамларны насыл шекелде алғанымны аңлатмақ істейім. 70 яштан үлкен олған қадын суни авалындармада еді. Оның шекер хасталығы да бар еді. 37 яшындаки қадынның башқа хасталықлары жоқ еді. Бұл садеже бір статистика дегіл. Бұл белі бір инсанлар. Ве олар күн COVID-19 себебінден өле. Егерді біз коронавирус хасталығы ақында ұнытмақ мүмкін деп жұтышынсек, COVID-19 ешкім сені ұнытмағанына ақылымызда тұтмақ керекміз. Херсонда 1 кило пірніч фияты 25 гривна. Ишғал етілген Ялтада исе аман-аман 2 қат зияды. Хавуч исе Қырымда ұжызжа екен. Біздің мұхберлеріміз ишғал етілген Қырымда ве Херсон велейтінде пиляв үшін керек олғанларының фиятларыны қияслады. Пиляв қайерде ұжызжа олғаныны келіңіз невбетті келев қамызда сейретейік.
25 гривен. Это длинный, пропаренный, пакистанский. Мы низкие цены, высокие качества, подходим. Тем временем занимаемся морковкой. Лук у нас 30 рублей, морковка тоже в такую же цену, 30 рублей. Старая морковка 15 гривен и лучок старый 18. А потом мясо, баранина или говядина, по желанию это, конечно. А потом оно жарится. Есть шейка 130 дешевше, она очень мягенькая. Балычок тоже мягенький по 130. Баранина, ребра 300, лопаточки 360, антрикоты 500, а задняя часть 450 рублей. А в какой цене специи? На 100 грамм 50 рублей. Значить, для плова я роблю спеції, наборчик набираю. Хмелю синелі, куркума, помідорчик, перчик, папричка, помідорчик, зира, барбарис. Один комплект стоит 15 гривен на полкило риса. Ну, если сказать честно, казанок плова обходится примерно 200 гривен. Это кусочек мяса, морковка, плов, рис купить. Примерно ориентировочно 200 гривен. Казанок недешево, недешево. Все, закрыли. Через 25 минут наш вкусный плов готовый. Ну, десь з цього розрахунку в Херсоні буде коштувати 26-27 гривень, якщо такі ціни. Ну, десь вийде казанок при такому розрахунку, десь 31 гривня за порцію. Казанок вийде де 310. Например, берете буквально 250 грамм риса. Это выходит казаночек, я вам сразу скажу, 2,5 килограмма. 250 грамм риса, 2 луковицы в среднем. Сважится этот лук там, пойдет рубля на 4. Можно, я говорю, без мяса, грамм 200 буквально, грибов и 1 синий. И, конечно, пару морковочек средненьких. И если вы сделаете на мангале, он ничем не будет хуже от мяса. Сейчас вам скажу, это выходит 22,50. Украина тәлөкәсезлек хезмәте Русиядә дәүләт көне мөнәсәбәте илә комшу мемлекет өчен хайрлап азырлады. Бүген Украинадаки Русия дипломатик мөәссисәләре янында Украина истихбаратының тимсаллары пәйда булды. Тәлөкәсезлек хезмәтенең Facebook сәйфәсендә бойлы язылган. Киевдәге Русия илчелеге, Одесса ва Львивдәге Русия консуллыгы янларында Украина тәлөкәсезлек хезмәтенең контр-истихбарат туграсы билбордлар пәйда oldu. Харкивде ise Дюльбер патриотик мурал. Украина тәлөкәсезлек хезмәтендән созды Русия күніне хайрлав деп язылды. Бұнен есе мен сағлықлашам Facebook сәйфемізге қошылыңыз ве бұзылы олыңыз көрішмек үзре.